Сәлем достар, бүгін біз слоеный қаттама дайындаймыз. Қажет заттар ұн, су, сұйық май және де тұз. Ең алдымен суымызды құямыз, тұзымызды салып, сұйық майымызды құямыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағат иінғандырамыз. Қамырымыздың екі қанады 3-4 бөлікке бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөлдім. Және де әр қамырымызды өте жұқая жаямыз. Сармаймызды болмаса қойдың іш май сондайларды жағып ерітіп, осылай ортасынан кесіп, видеодағыдай бір-бірінің үстіне қоямыз. Жіңішке етіп кесіп, үстінен тағы сармай жағамыз. 2-3-еуден орайсыздар, тіпті 2-еудің өзі жетеді. Қамырыңыз өте жұқа, осындай тәсілмен жасайтын болсаңыз, дәл менікіндей өте слоеный керемет қаттама шығатын болады. Қамырларымызды алып, мен 2-2-еуден орадым. Осылай сала береміз. Бір қамырда менде 4 қаттама шығып жатыр. Мінекей менің қамырым осындай керемет өзі, сондай жұп-жұқа болып тұр. Осылай керемет етіп жайсыздар. Енді оны жаямыз, әр қамырды алып. Оны себудің қажеті жоқ. Жабысып жатса ғана себесіздер. Кейін сұйық майымызды құйып, осылай қыздырғаннан кейін қаттамамызды қозғалтып отырып пісіреміз. Мінекей осындай слоеный болады. Сондай керемет болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, таныстарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Менің қандай рецепттер күтесіздер, астыға комментарийге жазып кетіңіздер.